Кейде ең пайдалы нәрселер ең қарапайым болады. Қымбат дәрі емес, арнайы процедура емес. Тек аяқ, ыстық су және 10-15 минут уақыт. Бірақ неге үлкендер аяғыңды ыстық суға сал деп қайта-қайта айтады? Бүгін осы әдеттің денсаулыққа, жүйкеге, ұйқыға, тіпті иммунитетке әсерін бірге талдайтын боламыз. Адам ағзасындағы аяқ рефлексогенді аймақ, яғни аяқта қан айналымға, ішкі мүшелерге, жүйке жүйесіне тікелей әсер ететін жүздеген нүктелер бар. Сол себепті аяққа әсер ету бүкіл ағзаға әсер ету деген сөз. Аяқты ыстық суға салғанда тамырлар кеңейеді, қан айналым жақсарады, суықтан жиналған қысым босайды. Нәтижесінде аяқтағы ауырлық кетеді, ісіну азаяды, дене біртіндеп жылынып босаңсиды. Сол себепті бұл әдіс әсіресе салқындағанда, ұзақ отырып қалғаннан кейін, кешке шаршағанда өте пайдалы. Көп адам байқамайды, бірақ аяқ жүйке жүйесінің тежегіші болып табылады. Аяқты ыстық суға салғанда стресс гормондары азаяды, жүйке жүйесі тынышталады, ішкі кернеу түседі. Сондықтан ашулану азайып, мазасыз ойлар баяулайды, ұйқыға кету жеңілдейді. Ұйқысы бұзылатын адамдарға бұл табиғи тынышталдырғыш болып табылады. Суық тигенде немесе жаңа басталып келе жатқанда аяққа ыстық су организмге жылы сигнал береді, иммундық жауапты белсендіреді. Бірақ маңыздысы жоғары температурада, яғни 38 градустан жоғары болса, онда аяқты ыстық суға салуға болмайды, тек алғашқы белгілерде ғана болады. Дұрыс қолданса, мұрын бітелуі жеңілдейді, қалтырауы азаяды, аурудың тереңдеуін тежеуі мүмкін. Әйел ағзасы үшін де әсері бар. Етек алдындағы кернеу, аяқ-қолдың тоңуы, төменгі іштің қысымы. Аяқ ыстық суға салу жамбас аймағындағы қан айналымды жақсартады, бұлшықетті босаңсытады, жалпы жайлылық береді. Бірақ босанғаннан кейін емізу кезінде тым ыстық емес, орташа температура маңызды. Ал енді ең жиі жіберілетін қате тым ыстық су. Дұрыс нұсқасы су температурасы 37-39 градус болу керек. Уақыты 10-15 минут қана. Кешке ұйқы алдында жақсырақ көмектеседі. Кейін аяққа жылы шұлық кию өте керек болып табылады. Қаласаң, тұз немесе түйметақ, лаванда қосуға да болады. Міндетті түрде ескеру керек нәрселер: жоғары температура кезінде, варикоз асқынған кезде, қант диабетінде дәрігердің нұсқауынсыз терінің ашық жарасы болса, онда бұл тәсілді қолдануға болмайды. Денсаулықта пайда да шек те бар. Кейде денеге күрделі емес ем, қымбат дәрі емес, жай ғана жолу мен тыныштық керек. Аяқты ыстық суға салу өз-өзіңе деген кішкентай қамқорлық, бірақ әсері өте үлкен болып табылады. Егер пайдалы болса, сақтап қой. Ал мұндай қарапайым кеңестер керек болса, каналға жазыла кет.